Так, барлықтарына тағы да сәлем. Бүгінгі түсірімде сіздерде мен қазір көрсетейін деп тұрмын. Кукуруз деген деп тұрмын. Кукуруз кәдімгі мынандай. Мынандай ыдысқа деген деп тұрмын. Яғни бұл ыдыс деуге де келмейді, стаканчик. Жаңағыдай қағаз стакан. Соған еген деп тұрмын. Мұздай суға қатыр. Неге мен жыл сайын осылай еген? Неге? Себебі деген жаңағыдай қалай айтсам болады. Сол ыдысты мен неге қоямын да, ана стакандарына бір жағына шақ келмейді. Сол себептен осы кәдімгі кез келген газет бар ғой, соларды пайдаластырып, міне осылай. Көбісі айтады, мысалы, газеттің краскасы зиян, анау-мынау деп, ол кішкентай жерге дымдайтпес деп ойлаймын. Краскасы итакта былай зиян нәрсе, былай да жеп жатырық қой бізде, қанша деген, енді бұл кішкентай нестегенге дымдайтпес деп ойлаймын, көріп тұрсыздар ғой да. Және кішкене қалыңдау болды, міне астын тек қайра қойып, тек мына жерін екі степлермен істей ғана қойдым. Болды. Ол жыртылып кетпейді, жерге еккенде дымдайтпейді, солай алып кетеді. Жыл сайын осындай уақытта егемін. Где-то осы сәуір айының аяқтарында осындай уақытта егіп бастаймын. Майдың 9-на шейін бәрі өсіп болады. Майдың 9-дарында уже жаңағыдай не істеймін. Далаға жайлап отырғыза бастаймын. Қазір стакан қалай топырақ толтырайын көрсетемін. Мына қараңыздар, укроп бүкіл жерде шашылып қалған ба дәні. Мына жерлердің барлығында шығып жатыр, мына қараңыздар. Қаяқтан шыққан, білмеймін, түсінбедім. Так, міне топырағым да уже аз қалды, міне, және де міне бір ғана қапшық қалды. Күздің үні дайындаған. Так, неше қапшық дайындадым? 6 ма, 7 ма қапшық дайындадым, негізі аз дайындадым осы жолы. Соны міне көріп тұрсыздар. Мына ішіне шамалы тағы да құм салып жүріңді, дала ашуға еніп тұрмын. Іште бар ма екен, қазір қарап жүрейін. Іште бар екен. Құм салып жіберем. Айтпақшы, міне шыбықтарды мен осындай немен істеп жатырмын. Көріп тұрсыздар ғой да. Бұл деген ішіне барлығы бар. Жаңағыдай не дайын топырақ, ішінде деген күл де бар. Так, құмда бар. Және де мынау малдың 2-3 жылдық жаңағы кезегі, яғни бізде көң деп атайды. Әбден серкіден өткізілген, таза, ешқандай жаңағыдай жәндік мәндіктері жоқ, таза топырақ. Мен жыл сайын осыны бүкіл жаңағыдай көшеттерімді осыған отырғызамын. Және де талдың түптеріне салып шығамын осылай. Әбден дайындағаннан кейін барып стаканға жайып не осылай аламыздар да, тек барлығын салып шығамын. Қазір қалай егетінді көрсетейін сіздерге. Міне, содан кейін барып топырақтарымызды салып шығамыз. Шашылып кетіп жатса дымдайтпес. Қалай несесен де шашылады. Так, мен салып болдым ғой. Бетіне шейін апармаймын, көріп тұрсыздар ғой да. Бетіне шейін апармаймын. Негізі әлде де басылады. Бетіне шейін апармаймын. Так, болды. Содан кейін барып. Кейбіреулер жаңағыда марганцовка алдын ала салып алады, жаңа не істеп алады. Мен олай істемеймін. Себебі шығатынын білемін де, мен көріп тұрсаңыздар. Бұл да менің өзімнің тұқымым. Алған адамдардан 100% шығады, қорықпасаңыздар болады. Мен жыл сайын егетін тұқымым. Осылай саламын. Содан кейін барып теппейтін. Сәл толтырақпен. Болды. Көрсеңіздер. Болады. Мен жыл сайын айттым ғой, көшет арқылы егем. Кейбіреулер далаға егеді шығар. Жаңағыда мынандай уақыттар аз болады. Мысалы, кейбір адамдар жұмыста болады, үнемі кешке бір келеді, шаршап қалады. Мен далаға егем дейді. Біздерде далаға еккен келіспейді, білмеймін не екен. Не қарға шығып тастайды, торғайлар шығып тастайды. Немесе жаңағыдай тауық бар үйде, тауықта кіріп кетеді огородқа, одан қалды кукуруз жеп қояды. Одан қалды жердің астында жаңағыдай құмырсқа бар, тағы не бар. Неше түрлі нәрсенің бәрі жердің астында, сол жеп қояды, соны шықпай қалады. Мысалы, ұзынына 10 ексем, ұзынына 10 мына жер су тиіп жатыр. Ұзынына 10 ексем, соның 5-еуі шығады, или 4-еуі шығады ғой, одан артық шықпайды.
Сол себепті мен жыл сайын осы көшет арқылы маған отырғызып, қайсы шығып, қайсы шықпайтыны маған ыңғайлы. Егер шықпаған, мысалы, біреуіне шықпай қалса, бұл үйді, мысалы, мынандай стаканға еккенде уже 90% почти шығады. Ал далаға еккеннен, далаға еккеннен ол шықпай қалады. Даже қисықтау үйін тын өтпес. Так. Жаңа несі жағы салып қалды ғой. Мынадай шықпай қалады да. Сол себепті мен осылай істеймін. Жаңа бүкіл жаңағы асқалақ болсын. Тағы не бар еще? Кабачок болсын. Бәрін мен осылай көшет арқылы отырғызамын. Сіздерде егер оңай шығып жатса, онда далаға ексеңіздер болады уже. Жаңа ненің басында. Мамырдың бастарында. Мына негізі қисық болып тұр, иә? Пластмассқа салайыншы. Мына жерде де бар, бұл жерде бірақ су южыр тағы. Кабачокпен бұл жерде асқабақ. Кабачоктың қазақшасын мына құлай берді ғой. Кабачоктың қазақшасын білмеймін ал мен. Так, міне. Тұқымыз қалған жоқ па? Дәл солай келесін, дәл солай сала береміз міне. Осылай тек бәрін салып шығамыз қазір. Так, міне қарасаңыздар болады. Барлығына салып шықтым, топырағын салып шықтым. Енді сіздерге айтайын, мысалы жаңа жүгері ғой. Жүгерінің өсіндісі мынаның басынан шығады, мынаның. Сол себептен еккен кезде, мысалы, жерге еккен жағдайда да сіздер осылай егуіңіз керек сіздерде. Бұлай егіп қойсаңыздар, ол ешқашанда шықпайды. Міне бұлай егіп қойсаңыздар. Бұлай егсеңіздер, немесе жанымен егіңіздер, тақа білмей қалай егетінін білмей ұмытып қалып жатсаңыздар, жанымен егіңіздер. Бұлай егесіздер негізі. Менен байқасаңыздар, көбінесе бұлай төмен, немесе жанымен тұр да менде. Яна өзі итеріп, жаңада бет тұрған кезде өзі итеріп жоғары қарай көтеріледі. Үстіне тек 1 сантиметрға топырақ саламыз. Сол топырақтың жаңа көріп тұрсаңыздар, мен ешқандай су құйып тұрған жоқпын, себебі топырақтың өзі жаңада дымқыл. Осының үстіне тек осылай мен топырақтарды салып шығамын. Ешқандай қиындығы жоқ жүгері өсірудің. Немесе сіздер мынандай жаңада одноразовый мынандай алып бөлек-бөлек еккілерін келмейді десеңіздер, жаңағыдай алып бір ыдысқа барлығын егіп шықсаңыздар, далаға отырғыза қояды. Просто оның ол кезде кішкене тамыры зақымдалады да. Сосын далаға отырғызған кезде тоқтау кішкене баяу болып қалып, сол себептен жаңағыдай өсу кішкене жай болып қалады. 1-2 жетіге. Мынадан тамыр зақымдалмайды, солай отырғыза қоясыздар. И ол уже бір жетіден кейін новый жапырақтары, жаңа жапырақтары шығып, уже қалыптасып кетеді. Мен уже 2 жылдан бері осылай егемін. Топырағым да бітті уже. Бір қапшығы бар ғой тағы да. Осылай тек жауып шығасыздар, болды. Бетін тек жаңағыдай мешокпен бірдеме жауып қоямын. Дымқыл болып тұрасы өзі-ақ өзі жайлап шығады. Мен қазір жерде қызанақтарды етестіруім керек. Қызанақтардың арасын ашып, шөптен жуып, тазалап, қазір оны сіздерге оны бөлек неден көрсететін боламын. Так, болған сияқты, жер жетпей қалды, енді дымда етпес, бәрін тағы үйден істеп жатсам, алып келіп қойшы жерге қоярмын, осылай. Егер ұнаса, каналымызды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, сізге айтайын, шыбықты мен егер тұқыммен бірге алам десеңіз, пойыз арқылы жіберсе, пойыз арқылы баратын болып жатса, онда сіздерге шыбықты жаңағыдай тұқыммен қосып жібере аламын, егер тұқымды алам десеңіздер. Егер почтамен болса, білмеймін енді. Көбінесе мен қазіргі кезде пойызбен жіберіп жатырмын, тез баратын. 2 күн болса, бір болса тез барады. Алматы, Қызылорда деген сияқты, Ақтөбе, Атырау деген сияқты. Жаңа Ақтөбе деппін ғой. Атырау деген сияқты жерлерге пойызбен, көбінесе Ақтау дегенде пойызбен жібере жатырмын. Солай. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Тарту жөнінде ол WhatsApp-қа болады. Солай, сау болыңыздар.